Сәлем достар. Бүгін әдеттегідей сабағымыз жалғасады, бірақ енді сіздерге бір басқаша көрініп тұрған шығар. Ағай тек шахмат туралы түсіре береді екен деп. Жоқ, әрине, бүгін біз сіздермен шашка ойнайтын боламыз. Қазақша дойбы, шашкіден де қызықты нәрселерді қараймыз, комбинациялар өте көп. Қолымыздан келгенше ойнап компьютермен бақ сынасып көремін. Бүгін мен мықты компьютермен ойнаймын. Компьютер білесіздер, кез келген компьютер ойыны жай ойнамайды, сол себептен барынша жақсы ойнауға тырысамыз. Бұл жерде 3 уровень бар екен: легкий, средний, сложный. Бірінші легкийден бастап көрейік. Ең көрермендерім, менің алғаш көріп отқан көрермендерім болса, логикалық ойындарыңызды дамытқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Каналға астында тұрған подписаться батырмасын басып, лайкты аямаңыздар. Ендеше кеттік. Мен әрине жасылмен ойнаймын, төменгі жақтағы. Бірінші басамыз және жүреміз. Так, шашкіде ойнаған кезде көбінесе тырысам қапталдардан шабуыл жасауға, сол себептен бермеуге тырысам. Так, бұл жерде қандай мүмкіндік бар? Так, бүкіл пешкілерімді қапталға қойып алам. Так, жарайды, өзі таңдасын қай жақты жеу керек. Әзірге жақсы келе жатыр. Так, шабуыл жасасам не болады екен? Жарайды, шабуыл жасап көрейік. Деп тұстады. Таңдасын қай жақты жегісі келсе де артқа қарай қашамыз. Так, қарсыласымыз әдемі ұсталған сияқты. Комбинация. Тарс, ары қарай 2 жейміз. Қарсыласымыз әдеттегідей барлығын беріп жатыр. Енді ферзь деп шашкада дамкаға шығармау үшін барлығын жасауда. Енді мынандай керемет комбинацияға түсті. 2 рет жейді, бірақ бізде 1, 2, 3 жейміз. Осылай керемет комбинация болды, достар. Так, енді бұл жерде кесіп тастайық бүкіл жүрістеріне, дойбыларына. Жүрісті бермейміз. Дойбымен бұлай да бұлай секіріп барлық дойбыларын жейміз. Міне, достар, ұнаса лайкты аямай басыңдар. Сіздерге қалай болды, қандай ойларың болды? Может, мен бұдан да жылдамытатын уақыттарым болған шығар. Осы әдемі болды деп ойлаймын. Енді келесісі бізде легкий емес, сложный уровень. Еще. Так, сложный емес, средниймен ойнайық. Өйткені легкий, средний, сложный, средний. Ортасыңқы уровень ойнап көрейік қалай болады. Қаншалықты күшіміз жетеді. Компьютер ес компьютер. Так, ары қарай сол баяғы әдетке саламыз. Так, бізді 2 рет жеймін деп тұр, абайлау керек. Сол себептен жерде қапталдарға шабуыл жасауға тырысамыз. Так, жесе жесін. Так, мен түспаған жоқпын ба? Түскен жоқпын еш нәрсеге. Әзірге барлығы жақсы. Қапталдардан шабуыл жасаймыз. Так, қалай болады екен? Так, егер мұнаны беретін болсам, әдемі түсіп тұр. Міне андай комбинацияға қапталдан 1, 2 деп жеп аламыз. Так, әзірге ойын жақсы, достар. Шеткі пешкілерді шығарамыз. Шеткі пешкілерді барынша шығарамыз. Так, ары қарай не істейміз сұрақты бұндай? Бұнаны жүретін болсақ, бұна пешкісі ештерсе істей алмайды, сол себептен пешкімізді жақындатып алайық. Так, мұна қапталдардан бұзу керек сияқты. Өйткені танкіге шығаруға әрекет жасау керек. Так, бұл жерде бізде енді комбинация бар ма сұрақ? Егер бұлай жүретін болсам, бұлар қалай жүреді? Егер мен бұлай жүретін болсам, олар қалай жүреді? Иә, біз кете береміз дамкіге. Так, мұнаны кіретін болсам, олар қалай құтқарылады екен? Өздерін құтқара ала мекен сұрақ. Мұна ход жүргеннен кейін құтқара алмайтын сияқты. Бірақ олар не істейді бізге? Жарайды, кете береміз дамкіге. Жарайды, алдыға жүреміз. Максималды түрде қысамыз қарсыласта. Уже қарсылас не істерін білмейді, барлығын беріп жатыр. Сасқан ерек артпен жүзет дейді. Сол себептен компьютер өзінің әлсіздігін мойындатты. Лайкты аямаңдар, достар. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Енді ең қиыны бұл Яндекс іздеу жүйесіндегі бір сайттан таптым. Міне осылай ойнап көріп жатырмын. Сендер де ойнап көріңдер, бақтарыңды сынап. Оңай емес, негізі компьютермен жай көзбен көрген кезде жеңіл сияқты көрінеді. На самом деле бұл жерде барлық тәсілдерді компьютер қолдан келгенше жасап жатыр. Енді мен сложный уровеньмен ойнап көрейін. Қалай болады екен? Онда ше кеттік.
сложныйға қойдым. Ал енді сложный өте қиын, барлық расчеттарды мықты есептейді. Баяғы әдетке саламыз. Бұл жерде мұқият ойнау керек. Так, берді. Бірінші комбинациясы жаман емес, басталып деп атқан сияқты. Так, бұл жерде не істей аламыз? Сұрақ туындайды. Жарайды, қапталдардан кіреміз. Ортадағы пешкін шығарамыз. Так, айырбас дейді, жарайды, айырбастайық. Так, егер мен берсем, ол жақтан кейін мынаны берсем. Так, жарайды, қапталдармен кірейік, шабуыл жасайық. Бермеймін дейді, мынаны алдыға жүретін болса, ары қарай бері жіберетін болса, так, пайда жоқ. Достар, бұл жерде қалай жеңіске жетуге болады? Өте қиын, ауыр сұрақ. Так, алдыға жүретін боламыз. Так, бізге же деп тұр екен, жейміз, амал жоқ. Так, бұл жерде бізде қандай мүмкіндік бар? Жарайды. Барлық фигураларымызды, пеш дойбыларымызды алдыға қарай шығарайық, барынша. Сосын көре жатармыз. Алдыға қарай кеттік. Өте керемет ойнауда компьютер, өте мықты деңгей. Так, біз бұлай жүретін болсақ, одан кейін кодтар таусылып қалуы мүмкін. Бұлай жүретін болсақ, олар бізге кіріп кетуі мүмкін, иә. Жарайды, кірсе кірсін. Так, өте қауіпті ойнауда, өте қауіпті ойнауда. Жарайды, артқа қарай қайтамыз, барынша берілмеуге тырысамыз, жарайды. Так, айырбастап жатыр. Так, мынаны жейтін болсам, олар дамкеге шығып кетеді, сол себептен әрине мына жаққа жеу керек, өте қауіпті. Так, кеттік, достар, алдыға қарай. Так, алдыға жүруге болмайды. Мынаны бергеннен кейін көріп тұрсыздар, комбинация жасап кетеді. Өте ақылды ойнауда компьютер. Түспеуіміз керек айласына, былайынша айтқанда. Так, ең қызықтар басталып келе жатыр, ең қызықты ситуация. Так, бұлай беретін болсам, шығып олатын болсам. Так, жарайды, айырбастайық бұл жерде, өте айырбастау керек, мұқият ойнау керек. Так, мынаны бұлай қарай жүретін болсам, достар, ода ход жоқ қой, қарап отырсаңыздар. Так, мынаны бұлай қарай жүретін болсам, ода ход бар ма? И бұлай қарай жүрем. Достар, компьютер. Так, қалай қыламыз? Так, тұра тұрыңыздар, бұлай жүрсем, ода ход жоқ. Оларда бұлай жүру мүмкін, мен бұлай жүрем. Одан кейін мынаны бұлай жүре алмайды, мынаны ғана жүре алады. Ары қарай қиын, менің жағдайым қиын болуы мүмкін. Сондықтан бірінші мынаны жүргізбеу үшін алдыға жүру керек сияқты, достар. Беруге болмайды компьютерге шанс. Так. Так, мынаны жүретін болсам. Так, мынаны мен кіріп кетсем не болады екен? Одан кейін мынаны мен кірем. Я, достар. Кіру керек мына пешкімен. Одан кейін мынаны мен кірем, достар. Так, компьютер ұтылған сияқты, достар. Міне мынандай әдемі комбинация кетті, ұстап алдым, міне дойбысын. Міне, достар, мүмкіндік өте зор бізде. Әрине, мына ортадағы пешкіні ешкімді жібермейді. Мына жақтан кесіп тастаймыз, мына жақтан мынандай ханмен жейміз, мына жақта мынау дамкі дейді ғой, дамкімен жейміз. Міне, достар, компьютердің 3 уровеньде өттік. Егер сендерге ұнаса, лайкты аямай басыңдар. Каналымызға тіркелмеген көрермендерім болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы, осындай логикалық ойындарды әртүрлі форматта қызықтырып жүргізетін боламыз. Ойлармен бөлсеміз, шашкіде бір хитрості үйрендіңіздер деп ойлаймын. Қапталдармен шабуыл жасап үйреніңіздер. Келесі сабақта кездескенше, достар, сау болыңдар.